Бәріңе сәлем. Мен Жамбыл облысы Байзақ ауданы Бұрыл орта мектебінің 7-ші А сынып оқушысы Ермек Рақыш боламын. Бүгінгі бізде тақырып мен мамандық таңдаймын. Қазіргі уақытта мамандық таңдаудың өзі қиын іс деп айтуға болады. Мамандықтың мыңнан астам түрлері бар, және де сұранысқа көп мамандық ол дәрігер мамандығы. Дәрігер мамандығының өзі бірнеше түрге бөлінеді. Соның ішінде мен хирург дәрігер болғым келеді. Және де мен сіздерге дәрігермен сұхбат алмасып, кеңес сұраған видеомен бөлісемін. Кеттік. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Мен Жарас Амангүл Жарасқызы, жалпы тәжірибелік дәрігер маманымын. Мамандықты таңдау деді. Дәрігер болу үшін қандай таңдау болу? Дәрігер мамандығы? Мен сізді сұхбат алып көрдім. Сіз осы мамандықтың үшін қай қалада оқыдыңыз? Жамбыл облысы, Тараз қаласындағы Жамбыл облыстық медициналық училищесінде. Дәрігер қарауына дейін қандай көмектесуге болады? Алғашқы көмегіміз көрсетеміз, дәрігер келгенше оқушылар келеді, соларға көмектесеміз, бірінші шағын сұраймыз, температурасын өлшейміз, қай жері ауырып тұр, шағындарын болса, соған қарай әрекет етеміз, дәрігер шақырамыз. Рахмет, сау болыңыз. Болашақта мен Турция елінде Атлас университетінде білім алуға барамын. Маған сәттілік тілеп қойыңыздар. Сау болыңыздар.